Дональд Трамп тағы да Твиттерде криптография және оның қаншалықты маңызды болатыны туралы жазады. Біз сондай-ақ осы мәселемен айналысатын Лост және ақш қазынашылығы туралы кейбір ақпаратты тексеретін боламыз. Бізде ТК және патент туралы кейбір жаңа ақпарат бар. Біз бұл туралы сөйлесетін боламыз. Бұл жерде крипто ритатен XRP тізілімінде іске қосылған екі жаңа стабилкоин туралы айтатын өте қызықты ақпарат бар. Біз Valve-ге кіріп, тағы да көптеген жаңалықтар мен ақпаратты білетін боламыз. Балалар, осында болғаныңыз үшін көп рахмет. Егер сізге бірдеңе ұнаса, лайк басып, төменде пікір қалдырыңыз. Мен мұны сізден естігеніме қуаныштымын. Нарық дағдарысты бастан өткеруде. Мен сізбен сөйлескеніме қуаныштымын. Бәрі жақсы. Біраз уақыттан кейін біз Вирджиния штатының Лудон округіне крипто кешкі асқа барамыз. Онда ақш криптовалюта, биткоин және Б салаларда үстемдік етеді. Досым, шамамен 6-12 айдан кейін не болатынын елестетіп көріңізші. Мәссаған, біз байып кетеміз деп үміттенеміз. Бәрі жақсы. Ақ үйдің крипто патшасы стабилкоин туралы заң жобасы ақш қазынашылығы үшін триллиондаған доллардың құлпын ашады дейді. Қараңызшы, дәл қазір американдық қарызға жаңа сатып алушы табу керек. Біздің одақтастарымыз бен ұзақ мерзімді серіктестеріміз сауда саласында болып жатқанның бәріне риза емес. Олар ақштың қарыздарын есептен шығаруда және Америка құрама штаттары жаңа сатып алушы табу керек. Жалпы, бұл солай. Ал стабилкоин эмитенттері тамаша сатып алушы болып табылады. Олар алдағы 5 жыл ішінде американдық қарызды осы стабилкоин эмитенттеріне триллиондаған долларға аудара алады. Және бұл Америка құрама штаттарына осы мәселелердің кейбірін шешуге шынымен көмектеседі. Біз шынымен де шығындарды бақылауға алуымыз керек, бірақ бұл мүлдем басқа бейне. Екі жақта қандай да бір жолмен ақылсыз. Бәрі жақсы. Ripple-дың XRP атауын ашатын жаңа ақпарат пайда болды. Біз бұл туралы көп сөйлестік, бірақ одан да көп нәрсе бар. Жасырын жол ТК мен байланыстырады. Бұл туралы толығырақ осы жерден оқыңыз. Оның күшіне ену күні 2025 жылдың 14 наурызы. Қазіргі уақытта мемлекеттік бағалы қағаздар департаментінің немесе тұрақты кірісті клирингтік корпорацияның келесі қызметтеріне қатысатын фирмалар ФИК және мұнда төменде жасырын жолдар деген атау бар. Жасырын жолдардың осы шамалардың кез келгенін өңдеу үшін пайдаланылатынын білу өте қызықты. Сіз мұны елестете аласыз. Солай емес пе? ТК құнының 5 немесе 10% осындай нәрсе үшін стаблкоинс немесе XRP Ledger'ге аударылады. Бұл шынымен сиқырлы болуы мүмкін. Бірақ мен, білесіз бе, егер сіз шынымен де назардан тыс қалмайтыныңызға көз жеткізгіңіз келсе, ТК патенттеріне және олардың қандай криптографиялық технологияларды қолдайтынына назар аударыңыз. Бұл олар жұмыс істейтін экожүйелер болатыны анық. Сондықтан сіз мұның қайда апаратынын білесіз. Біз нақты қандай тізбектің қандай көлемде қолданылатынын білмейміз. Дұрыс. Мен басқа да технологиялар мен басқа да тізбектердің болатынына сенімдімін. Білесіз бе, олардың барлығын басқаратын жалғыз тізбек олардың бір болмайды. Бұл үйлесімді әлем болады. Бұл өте маңызды. Балалар, Криптон Ритер өте пайдалы ақпарат береді. Мен онымен жеке таныс емеспін, бірақ менің ойымша, ол өз жұмысын өте жақсы атқарады. Оған назар аударған жөн. Ол екі жаңа стабилкоин туралы айтып жатыр. Ол Бонжур және Бамдия дейді. Сондықтан мен Бразилиядағы және Еуропалық одақтағы барлық адамдарға жүгінемін. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, сізге көп рахмет. Екі стабилкоин XRP тізілімінде жаңа ғана пайда болды. Сізде Еуропа, EOA бар. Бұл өте керемет атау. Бұл Шуман Financial компаниясының еуроны қолдайтын тұрақты монетасы. Сізде де ақш доллары бар. Бұл бразилиялық Браза Group компаниясы қамтамасыз еткен ақш доллары. Мұнда не болып жатқанын жақсырақ түсінейік. Шуман Financial бұл туралы жаңа ғана жариялады. Бұл шамамен 20 сағат бұрын болды. Бұл бейсенбіде болды. Сіз бұл бейнені жұма күні аласыз, себебі қазір сәл кейінірек. Ал менің редакторым ұйықтап жатқан шығар. Бірақ Мекаға сәйкес келетін электронды ақша белгісі еурода көрсетілген активпен толығымен қамтамасыз етілген. Сондықтан біз Еуропаның қазынашылықтары және сол сияқтылар сияқты жеке шоттардағы бағалы қағаздардың кез келген түрін қолдайтынымызға сенімдімін. Осылайша, бұл жерде қаражаттың араласуы жоқ. Бұл олардың бақылауындағы корпоративтік шоттарындағы қаражаттан бөлек естуге қуанышты және автор пруденциалдық бақылауды жүзеге асырады. Ал қарарға келетін болсақ, мен оны жойдым. Бірақ, егер мен бірдеңені дұрыс түсінсем, төменде маған хабарлаңыз. Бәрі жақсы. Содан кейін Бразилияда 2025 жылы майкамен реттеледі деп күтілетін Браза тобымен не болып жатыр? Ол толығымен ақшта көрсетілген активтермен және Браза Бенкоуда сақталған резервтермен қамтамасыз етілген. Декумбия, осы Бразилияның орталық банкі лицензиялаған және реттейтін банк. Ripple Бразилияда біраз уақыттан бері жұмыс істеп келе жатқанын ұмытпаңыз. Әйелім екеуміздің үйленгеніміз есімде, қыркүйек айында 11 жасқа толады. Біз алғаш кездескен кезде оның отбасына үйіне ақша жіберетін едік. Ол көмектесіп жатқанда, бұл өте қымбат болды. Біз қазір ақша дедік. Сіз оны шамамен $5 жібере аласыз. Өйткені олар блокчейн технологиясын пайдаланады және бұл әлдеқайда арзан. Бұл шынымен де қарапайым адамдарға көмектеседі. Және бұл шынымен де мені осы технология туралы ең қызықтыратын нәрсе солай емес пе? Адамдарды жұмысқа тарту. Менің ойымша, бұл елдердің барлығында өмір сүру үшін күресіп жатқан адамдар мен әлі де өмір сүру үшін күресіп жатқан орта тап арасында үлкен алшақтық бар. Және, әрине, жоғарғы шегі 1%-ді құрайды. Егер біз көмектесе алсақ, түсінесіз бе, шынымен мұқтаж адамдарға көбірек қолдау көрсете алсақ,
бұл біздің жалпы денсаулығымыз бен әл-ауқатымызға көбірек әсер етеді деп ойлаймын. Және осы криптовалюталардың барлығын елестетіп көріңізші. Мен олардың армандары мен үміттері бар екеніне сенімдімін. Олар жасайтын ақшамен бірдеңе істеу. Менің ойымша, бұл көптеген жақсы нәрселер жасай алады. Егер мен оны дұрыс бөлсем, ақшамды ақыр соңында игілікке жұмсауды асыға күтемін. Дәл қазір мен тапқан ақшаның әрбір бөлігі криптовалюта нарығына үлкен қиындықпен салынып жатқаны анық. Мен Apex-пен жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Биржаның жігіттері, қараңызшы, олар 2017 жылы кек талаптарынсыз жасалған. Иә, сіз оларды Америка құрама штаттарында пайдалана аласыз. Бұл жалпы сауда көлемі 62,7 миллиард долларды құрайтын өте қуатты DEX. Олар 17,42 миллион ашық қызығушылықпен 90 миллионға жуық мәміле жасады. Міне, пайдаланушы интерфейсі. Сіздің қолыңызда көптеген пайдалы ақпарат бар. Сондықтан, сіз өзіңіз ойлағандай жұлдызды трейдер бола аласыз. Орталықтандырылмаған саудаға саяхатыңызды бастаңыз. Егер сіз осы жоғары кірісті криптовалюталардың кез келгенімен сауда жасасаңыз, немесе мен монеталарының жаңа түрімен, немесе басқа AI агенттерімен сауда жасағыңыз келсе, олар сізге төмен комиссиялармен үздіксіз көп тізбекті сауданы қамтамасыз етеді. Оларда сіз үшін де сауда өнімдерінің толық жиынтығы бар. Сіз тек өндірушілерге төлеу арқылы пайдаңызды барынша арттыра аласыз. Алушылар саны 0,02, 0,05. Сонымен қатар сізде 24 сағат ішінде сатылымның керемет көлемі бар. Мұна 355 миллион долларды қараңыз. Мен Apex Exchange-бен бірнеше аптадан бері жұмыс істеп келемін. Және бүгін сіз нөлден бастап депозит, сәлемдесу табысы және қолма-қол ақша түрінде $30 дейін ала аласыз. Apex-те әрқашан табуға болатын керемет қосымша нәрселер бар. Сіз тіркеліп, депозитке салып, ақша табуыңыз керек, және достарыңызды мен осында жасағандай шақыра аласыз. Иә, сіз XRP спотымен немесе фьючерстік келісімшарттармен сауда жасай аласыз. Бұл мен көрген ең таза DEX-тердің бірі. Мен бұл балалармен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болғаныма өте қуаныштымын. Сипаттамада сілтеме беріңіз. Бүгін Apex-ке қарап, маған қолдау көрсетіңіз. Мен мұны шынымен бағалаймын. Сол жерде кездескенше. Алоха. Еуропаның артында тұрған эмитент шын мәнінде Avas SES компаниясы болып табылады. Оның бақылау пакетін толығымен Швейцарияда орналасқан Шуман Financial AG бақылайды. Саваның белсенді рөлі гибридті емес электр ақша институты ретінде Еуропаны шығару және өтеу болып табылады. Міне, осыған қатысы бар адамдардың кейбірі. Бұл жерде ат басқаратын әртүрлі компаниялардың консорциумынан тұратын Браза тобының құрылымы туралы айтылады. Сізде ақш долларын шығаратын және жағатын Браза крипто компаниясы бар. Сізде активті сақтаушы Браза Bank бар. Содан кейін Еуропадағы Браза тұтынушыларына тиесілі таңбалауыштарды сақтаушы Браза UK бар. Сондықтан бұл, әрине, құрлықаралық ынтымақтастықтың бір түрі. Тек multi-signature ақ қағазы олардың multi-signature қолданбасын пайдаланып жатқанын көрсетеді. Бірақ уәдені орындау үшін қол қоюшылардың тізімі әлі жасалмаған. Мен олар болашақта көбірек Еурап таңбалауыштарын шығармас бұрын multi-sig орнатады деп күтемін. Және, әрине, бразилиялық multi-signature технологиясына қайта оралыңыз. Бірақ қол қоюшылардың тізімі әлі жасалған жоқ. Сондықтан бұл жерде көп нәрсені білудің қажеті жоқ. Клобок бастапқыда санкцияларға жататын есептік жазбаларды, олардың таңбалауыштарын немесе заңсыз әрекеттерін пайдаланып, бұзуға тұрақты мүмкіндік беру үшін құрылған. Сондықтан, егер осы стабилкоиндерге қатысты қандай да бір заңсыз әрекеттер болса, олардың осы таңбалауыштарды, қорларды теріс пайдаланған немесе жалған түрде көрсеткен кез келген адамнан ақшаны қайтару мүмкіндігі бар. Бәрі жақсы. Сондықтан бұл банктерге қажет нәрсе. Мен сізге мысал келтірейін. Сіз Amazon-дан бірдеңе сатып алып жатырсыз, және ол экранда пайда болады. Бірақ бұл сіз ойлағандай емес. Сондықтан сіз оны қайтарғыңыз келеді. Солай емес пе? Және бұл ақшаны қайтару үшін біраз уақыт кетуі мүмкін. Бұл оңай шаруа емес. Бәрі жақсы. Сіз мұны өміріңізде мыңдаған рет бастан өткерген шығарсыз. Сіз жай ғана түсінбедіңіз, бірақ бұл дәл осылай аталады. Жарайды. Әрі қарай бұл жерде техникалық талаптарға сәйкестік туралы айтылады. Клобок қосылмаған және таңбалауыштар әлдеқашан шығарылған және жіберілген. Бұл ашықтық туралы. Олар бірнеше аудит жүргізді. Атап айтқанда, КПМГ 90 сайын өткізілетін барлық айналым қаражаттарына аудит жүргізді. Бұл өте маңызды. Сердек жүргізген қауіпсіздік аудиті, әрине, әлеуметтік жанрдағы резервтерге ай сайынғы ең жақсы шолу болып табылады. Бұл менің сүйікті банкім. Нарықтағы құбылмалылықты азайту үшін жоғарыдан 2% қосымша резерв туралы айтатын болсақ, бұл ад өмірлік циклін көрсетеді. Блок, схема реверстердің банк резервінде қалай сақталатынын көрсетеді. Кешіріңіз, ал Браза крипто токен шығаруға жауапты. Міне, осының бәрі осында көрінеді. Сізде резерв, эмиссия, нарықтағы үлестіру және, әрине, пайдалану жағдайлары бар. Және, білесіз бе, мұнда бәрі өте қарапайым. Және, әрине, міне, қысқаша мәлімет. Осылай жалғастырайық. Жаһандық қаржы жүйесі ауқымды күйреудің алдында тұр. Ол жақындап келеді. ақш-тың қарызы бақылаудан шыға бастады. Мен Америкада баррикадалардың екі жағында да осыған алаңдайтын көптеген адамдар бар екенін білемін. Біз бүкіл жүйенің күйреуіне дейін барғымыз келмейді. Өйткені ол кезде көптеген адамдар зардап шегеді. Криптовалютаға және келесі қаржы жүйесіне иелік ететін адамдар жаңа 1%-ға айналатыны анық.
ал басқалары бәрін жоғалтуы мүмкін. Сондықтан мен бұл туралы біраз абдырап қалдым. Солай емес пе? Мен көп адамның ренжігенін қаламаймын. Және сіз білесіз бе, бұл жүйенің толық күйреуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан алдағы 5-10 жыл ішінде сіз оған ұзақ қарайтын боласыз деп үміттенемін. Осылайша біз қаржылық шешімдер мен шоттарды және сол сияқтыларды жауапкершілікпен қабылдай бастаймыз. Осы ойынды ойнайық. Үндістанның орталық банкінің басшысы криптовалютаға тыйым салынбаса, қаржылық күйреу болады деп болжаған. Губернатор Шактиканта Дас, егер сіз оны реттеуге тырыссаңыз және оның өсуіне мүмкіндік берсеңіз, менің сөздерімді есте сақтаңыз, деді. Келесі қаржылық дағдарысқа жеке криптовалюталар себеп болады. Көрдіңіз бе, арамызда да қарсылық білдірушілер бар емес пе? Мұның болғанын қаламайтын адамдар. Сіз 60 немесе 7 жаста екеніңізді түсінуіңіз керек, және сіз тек SWIFT жүйесін білетінсіз, және сіз оның бір бөлігісіз, және сіз бұл қарым-қатынасты орнаттыңыз. Сондықтан сіз оған не болатыны туралы қатты алаңдайсыз. Осы жүйеге және сіз білетін адамдарға қауіп төндіретін жаңа технология пайда болған кезде, сіз шығып, процесті бәсеңдету үшін не айтқыңыз келетінін айтасыз. Менің ойымша, мысық код ат қораптан шықты және сіз оларды орнына қоя алмайсыз. Бұл осындай сөз бе? Мысық сөмкеден шықты ма? Мысық сөмкеден шықты. Бәрі жақсы. Иә, менің айтайын дегенім, бұл жеке криптовалютаны міндетті түрде мойындамайтын орталық банктен келеді. Сондықтан бұл таңқаларлық емес. Бірақ сіз білесіз бе, кем дегенде бір губернатордың шығып, бұл туралы сөйлескенін көру өте қызықты. Өйткені мен X-тің құлдырауын, содан кейін жалпы криптографияда пайда болған кейбір жұқпалы әсерлердің куәсі болғанымызды білгім келді. Осы орталық банктердің қаншасы цифрлық валюталарды пайдалануды жеделдете бастады. Үндістан қазірдің өзінде цифрлық рупиді игеріп жатқаны анық. Қытай цифрлық юанды қолдануда сізден әлде қайда озып кетті. Қазіргі уақытта 100-ден астам ел CBD бойынша білім алуда. Бұл біз көрген апатты білдіре ме? Жарайды, сіз айтқандай. Осылай жалғастырайық. R3 мәнінде капитал нарықтарын дефимен байланыстыру үшін Solanaмен бірігіп жатыр. Бұл жақсы нәрсе. R3 серіктестік қарым-қатынас орнатып жатқанын көргеніме қуаныштымын. Бұл олардың бизнесте қалуына мүмкіндік береді деп үміттенемін. Сізде Nasdaq биржасында XRP фьючерстік еттің бірінші шығарылымы бар. Бұл 1X фьючерстері. Менің ойымша, қазір акциялардың құбылмалығы жоғары. Бұл Nasdaq-пен жеке-жеке сауда жасайтын. XRP фьючерстеріне және XRP-ге қатысты өнімдерге 80% инвестициялайтын. Жалпы шығындарға сәйкес келетін бірінші XRP негізіндегі фьючерстік ет. Балалар, егер сіз бұл туралы ойласаңыз, қаржылық кеңесшіңізбен сөйлесіп, қай әдіс ең қолайлы екенін білуіңіз керек. Мен XRP спат-ты сатып алуға, оны сақтауға және зейнетке шығуыма көмектесу үшін Құдайдан дұға етуге көбірек қызығамын. Мен 40 жасымда зейнетке шыққым келеді. Бұл керемет болар еді. Білесіз бе, мен кештерге барып, ой, бұл жігіт XRP-де үлкен жетістіктерге жетті деп айтатын жігіт болар едім. Сіз бақыттысыз. Мен, иә, қараңызшы, біз жетістікке жеттік деп қалдым. Сіз бұл шеберлік екенін білесіз. Мен жай ғана қалжыңдаймын. Крис Ларсон, Ripple компаниясының басқарма төрағасы, ақш-тағы алғашқы ауаны бензинге айналдыратын машинаның артында тұр. Мен Крис Ларсонның осы ақшаның барлығын XRP-де әлемде жақсылық жасау үшін пайдаланғанын көргеніме өте қуаныштымын. Сіз сондай ақ кракеннің алыпсатарлық серпілістерден асып түсетін, өсіп келе жатқан нарықтық жетілу туралы есебін қарай аласыз. Жағдай күрделене түсуде. Бәрі жақсы. Адамдар биткоиннің жай ғана құндылықты сақтау құралы екенін және бұл шын мәнінде қаржы жүйесінің болашағы емес екенін түсінгеннен кейін, олар XRP, ADA, Ethereum және B су тасқынына ұшырайды. Солай емес пе? Бұл ішінара білім берудегі олқылыққа, технологияның шын мәнінде не істеп жатқанын және оны шынымен кім сынап пайдаланып жатқанын түсінбеуге байланысты. Ешкім биткоинді осындай институционалдық төлемдерді жүзеге асыру үшін пайдаланбайды. Солай емес пе? SWIFT GPay жүйесі биткоиндерді жіберуден арзанырақ болуы мүмкін. Бірақ кез келген жағдайда Smoke'даг зерттеушісі Ripple ісіндегі толық жеңіс жақын арада XRP-ге әкелетінін айтады. Маған бұл кездейсоқ жаңалықтар сайттарының оларды жаңалықтар деп атайтынын білмеймін, бірақ бұл Times таблоиды. Олар жай ғана Twitterдегі кездейсоқ ақпаратты жариялап, бұл жаңалық, солай емес пе, дейді. Сыртқа шығып, нақты жаңалықтарды жариялаудың орнына олар жай ғана Smoke Twitter аккаунтын бақылайды. Жарайды. Ripple және SEC ісінің салдары туралы егжей-тегжейлі түсініктемеде Smoke криптографиялық зерттеушісі Ripple Labs-тың шешуші жеңісі бүгінгі қаржы жүйесінің құрылымын қалай өзгерте алатынын сипаттайды. Біз мұны түсінетініміз анық. Міне, осы твит. Мен бұған көп уақыт жұмсамаймын. Балалар, сіздің уақытыңыз өте құнды. Әрі қарай жалғастырайық және осымен аяқтайық. Сізге видео ұнады деп үміттенемін. Егер сізге ұнаса, лайк басыңыз. Оны осы бейне сізге де ұнайды деп ойлайтын адамға жіберіңіз. Балалар, жиналайық. Біраз ақша табайық. Біраз көңіл көтерейік. Бұл өмірдегі тамаша уақыт. Бұқалар нарығы қызып жатыр. Жолға шығайық.